Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, 5 нәрседен бұрын ғанибет біліп пайдаланып қалыңдар. Шабабака қабла харамик. Әркімнің басында жүру керек күнделікті инструктаж. Әрбір момын мұсылман, мен қазір жаспын, қартайып қалмай тұрып, мен осы жастығымды пайдаланып, құлшылыққа, ізгі амалға, сауапты амалға, елге пайдамның тиюіне, отбасыма, жан жағыма, жетістіктердің барлығына мынау жастығымды пайдаланып жетіп алайын. Жастығымды әшейін жай ғана мысал үшін нәпсінің соңында ертіп жібермейін деп, жастығын кім пайдаланатын болса, ол ертең қартайғанда соның зейнетін көреді, пейнетін. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтып жатыр. Жастығында ол еңбек етіп, балаларын дұрыстап тәрбиеледі, ертең балалары оның батасын алып, оның айналасында бүкіл айтқанының барлығын орындап отырады. Елге қызметі өтетін болса, ел бағалайды ертең оны. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, сен жастығыңды кәрілік келмей тұрып, ғанибет біл, пайдаланып қал, үлкен мүмкіндік деп қабылда оны дейді.